Сегодня рассмотрение дела Риманбекова не состоялось ввиду того, что нас не запустили в здание суда. Мы обратились к председателю Ишееву, председателю Алматы-Минского районного суда, который мне по телефону пояснил, что завтра в 10 часов будет онлайн-суд. Я у него спросила, гарантируете, что конвой привезет его сюда, в здание суда? Я, говорит, не гарантирую. И потом секретарь начала говорить, что завтра запустят только адвокатов, представителей, защитника. Но председатель суда сказал, что всех, кто завтра придет, запустят. Поэтому мы хотим, чтобы дела по январским событиям были широко освещены. Открытые судебные заседания. Кто хочет услышать, что было в январе этого года, пусть приходит на суд. Қаңтардағы оқиғаға қатысты қозғалған қылмыстық істер қазір соттарға жетті. Әр жерде сот процестері өтіп жатыр. Бірақ оның барлығын онлайн түрінде жасырын жабық өткізе салуды көздеп отыр. Бүгін соның куәсі болдық. Сот процесін офлайн емес онлайн түрінде өткіземіз. Көпшілікке қатысу керегі жоқ. Онлайн түрінде бірдекілі журналист қорғаушылар ғана қатысады деген уәж айтты. Біз оған келіскен жоқпыз. Талабымыз барлық сот процестері сот залында ашық, жария түрде өту керек. Офлайн түрінде. Бірде-бір сот процесі онлайн өтпесін. Қазір елде пандемия жоқ. Ауру сырқауды басқаны жұқпалы, дерттер бар деп сылтау ететін жағдай жоқ. Не үшін талап етеміз? Өйткені халық қадағалап отыру керек. Сот процестері әділ өту керек. Заң шеңберінде. Олай болмаса, кінәсіз, жазықсыз адамдар сотталып кетеді. Мен қоғамдық тәуелсіз комиссияның жетекшісі ретінде көзім жеткен жағдай, ол қозғалған қылмыстық істердің басым көпшілігі шикі, шала, қолдан құрастырылған. Кінәсі жазығы жоқ адамдарды азаптау, қорқыту, үрейлендіру арқылы, бопсалау арқылы мойындатқызып, қол қойдыртып алған тергеу қорытындыларын заңсыз деп тану керек. Ол мәселенің ақ-қара шешілетін жер сот, ал сот әділетті болу керек. Біз қазір байқадық, бұл жердегі соттар жасқаншақ, бүгежек, халықпен сөйлесуге, сот процесін қай түрде өткізу керектігін, неге олай болу керектігін түсіндіріп айтуға шамалары келмей қашқақтады. Қорғаушы адвокат Жуаспаеваға рахмет. Бұл кісі табандап тұрып, қазір телефонмен мына аудандық соттың төрағасымен сөйлесті. Ол офлайн түрінде болады деді. Сондықтан мен қаңтар оқиғасына қатысы бар барша қазақ бауырларымды, ағайындарды осы аудандық сотқа келуге шақырамын. Қай сот процесі өтсе де біз бәріміз бір жерде болуымыз керек. Халық қарайып жүрсе, бір жерде талап етіп тұрса, сотта бұлтара алмайды, жалтақтай алмайды, қиянатқа бармайды. Сондықтан біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін. Бәріңіз ертең сағат 10-нан қалмай сотқа келіңіздер. Бекен жайы Шарипов көшесі 62-ші үй. Біз ашық сотты талап етеміз. Біз ашық сотты талап етеміз. Ашық сотты талап етеміз.